Сәлеметсіздер ме? Әдебиет оқу сабағын бастаймыз. 17-ші сабақ, 3-ші сынып. Сабағымыздың тақырыбы жақсыдан үйрен. Сабақ мақсаты мәтіннен негіз қойды білдіреді. Тірек сөздерді таба аласың. Бірінші тапсырма берілген тірек сөздердің кімге қатысты айтылғанын тап. Осы қатардағы қандай сөздерді толықтырар еді. Қостанай өңірінен келген қазақ хрестоматиясы ұстаз ағартушы ол Ыбырай Алтынсарин туралы айтылған екен. Мәтінді түсініп оқы, малды пайдаға жарат. Ыбырай Алтынсарин. Бір үйші жұмысымен көп мал тауып тұрса да, сонша азбен қанағат етіп, аз жұмсап тұрады екен. Бір күні көршісі сұрады: осы сен бай бола тұрып, малыңды қай жаққа жібересің? Көзге түсетін еш нәрсені көрінбейді деді. Үйші айтты: тапқан малымның бір бөлігін борышын өтеймін, бір бөлігін өсімге беремін. Көрші: қойшы батыр, сенің борышың бар ма еді, және өсімге қанша ақша беруші едің деді. Үйші: қарт әке-шешеме берген ақшаларды өтеп тұрған борышын деп білемін. Өзім туған балаларды оқытуға, асырауға шығарған малды өсімге берген мал деп білемін. Балалар адам болып біз қартайғанда жақсы асыраса, олардың борышын өтеген емес пе деді. Үшінші тапсырма: үйшінің бай екенін кімнің сөзінен аңғардыңдар? Үйшінің бай екен әке-шешеме берген ақшаларды өтеп тұрған борышын деп білемін. Өзімнен туған балаларды оқытуға, асырауға шақырған малымды өзімге берген мал деп білемін. Балалар адам болып біз қартайғанда жақсы асыраса, олардың борышын өтеген емес пе деген сөзден аңғаруға болады. Төртінші тапсырма: ол тапқан малын қайда жұмсайды екен? Төмендегі сызбаны пайдаланып жауап бер. Тапқан малдың бір бөлігін борыш өтеуге, бір борышын өсімге балаларына береді екен. Бесінші тапсырма: сөздердің арасына байланыс сызықтарын жүргіз. Борыш, міндет, парыз, өсім, пайыз, көбею. Алтыншы тапсырма: мәтіндегі тұлға сенің көзқарасың қандай? Ата-ананың алдындағы борыш дегенді қалай түсінесің? Ата-ана алдындағы борыш дегеніміз бізді ата-анамызға мұрын алып, оқытып, бар жағдайды жасап асырайды. Сонда біз өскенде ата-ананың борышын деп еңбек етіп қайтарады екенбіз. Жетінші тапсырма: сызбаны пайдаланып мәтіндегі тірек сөздерді ата. Сөздердің ішінде ең бастысы қайсы деп ойлайсың? түсіндір. Бірінші сөз қатарда өсім, екіншісі қанағат, үшіншісі бала. Енді осының ішінде ең бастысы бұл жерде қанағат. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.